250 миллион теңгеге жабдықталған мектеп, ауылдық аймақтардағы тірек мектептердің әлеуетін арттыру жобасы өңірімізде де жүзеге асып жатыр. Бұл жобаның аймақтағы алғашқы қатысушысы Алға аудандағы Бестамақ орта мектебі. Бүгін аймақ басшысы Бестамаққа барып, жаңарған білім ошағының жай-күйін көріп қайтты. Жаңа кабинеттер мен заманауи жабдықтарға Астанадан келген мамандар да өз бағасын берді. Алдымен жоба жайлы. Өткен жылы республика бойынша 17 тірек мектеп таңдалып, Қазақстан халқына қорынан 4 миллиард 250 миллион теңге бөлінді. Таңдалған мектептің әрқайсына теңдей 250 миллион жұмсалады. Мұғалімдердің біліктілік деңгейіне және мектептегі бала санына қатысты аздаған шарттары да бар. Мәселен, оқушы саны 300-ден кем болмауы тиіс. Өңірімізде жобаның игілігін көрген алғашқы білім ошағы Бестамақ орта мектебінде 800-ге жуық бала оқиды. Жаңа жабдықтарды қалай қолдану керегін мұғалімдер тез меңгеріп алды. Себебі қазіргі таңда 32 кабинетпен осы мектеп жарақтандырды. Ол 32 кабинеттің барлықсы толықтай мұғалімдермен меңгеріліп, 3 күннен бері біздің Назарбаев зияткерлік мектептерінің ұстаздары осы мектептермен бірге тәжірибе алмасу сабақтары өтті. Осы заманауи жарақтандырған кабинеттермен қалай жұмыс істеу керек, қалай оқу барысында пайдалану керек, физика кабинетінде, химия кабинетінде, биология кабинетінде, STEM кабинетінде, робототехника кабинетінде, инженерка кабинетінде қандай оборудование тұр, сол оборудованиемен біздің мұғалімдер осы тірек мектебінің мұғалімдерімен бірнеше сабақтар өткізіп, үйрету жұмыстарын жасап жатыр. Мектептің материалдық техникалық базасы толық жаңарды. Бұрынғы жиһаз бен жабдықтар өзге мектептерге берілді. Жоба нәтижесінде жинаған білімде басқа мектептерге тәжірибе алмасу арқылы берілу керек. Бала комплект олар түсінікті. Ол жерде кадрдың мәселесі тұр, материалдық техникалық базаның сұрақтары тұр, солай емес пе? Енді қаланың өзінде де деңгей төмен. Қаланың өзінде де. Сондықтан соны осы сіздердің ұсынған методикаларыңыз, оның бәрі сол білім деңгейін көтеруге мүмкіндік туғызады деп ойлаймын. Солай ма? Соның бәрін бірге жасайық. Сіздердің маған тәжірибелеріңіз керек. Келістік пе? Буккроссинг ұйымдастырылып, Бестамақ орта мектебіне, Назарбаев зияткерлік мектебінен 200-ден аса кітап берілді. Бәрі де сүзгіден өткен, оқу бағдарламасына аса қажет кітаптар. Бұл оқушылардың білім сапасын жақсартады. Алайда, мектептің білім деңгейін өсіру дегеніміз тек оқушылардың емес, ұстаздардың да біліктілігін арттыру. Бұл істі Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының мамандары қолға алған. Мұғалім өзінің сабағын зерттеу керек. Өзінің практикасын зерттеу керек. Сабаққа кірдім. Бүгін мен сабақта қандай жетістікке жеттім? Бүгін менің сабағымда қандай кемшілік болды? Және балаларға қойған бағаларын зерделеп отыру керек. Баланың бағасы артып отыр ма, кеміп отыр ма? Неге? Қай тақырыптарды балалардың меңгеруі қиын? Маған болашақта жаңағы бағалау жүйесіне байланысты қай тақырыптар бойынша мен сұрақтарды дайындауыма маған көмек керек деген сұрақтардың бәріне жауап беру керек. Мен сондықтан да аналитикамен жұмыс істеуге, мектептің өзінің ішінде жұмыс барысында пайдаланатын. Осыған байланысты біз ұстаздарды оқытамыз, мектеп әкімшілігін оқытамыз және мектепке сырттан көмек керек. Яғни мектепке қойылатын сырттан көмек қандай көмек? Бұл мысалы мектептің директорын оқыту. Мысалы бір мектепте бірақ мектептің директоры бар. Оқыту. Басқа мектептермен тәжірибе алмасу. Біздің Назарбаев зияткерлік мектептерінде неден өту, стажировкадан өту мәселелері. Сондықтан да біз негізден ұстазға көмектесеміз. Жобаның ортасында және соңында таңдалған 17 мектептің білім деңгейінде қандай өзгеріс болғаны сараптамалық тексерістен соң анықталады. Қарқын осы күйі сақталса, алдағы жоспар мынадай. Бүгінгі күні жобаға 17 мектеп қатысып отыр. Болашақта әлі де жоспарларымыз бар. Қазақстанда 166 ауылдық аймақ бар. Бүгінгі күні аудан және де қосымша қазір әріптестерімізбен келіп жатырмыз, 27 моногород бар. Осы аймақтардың әрқайсында кем дегенде бір осындай тірек мектептің ашып, бір тірек мектепті дамыту жоспарымыз бар. Бұйырса 24 жылдың аяғына дейін бүкіл Қазақстанды қамтитын жоспарымыз бар. Бөлінген қаржыға тек қымбат жабдықтар емес, перделер мен қабырға бояулары да өзгертілді. Бәрі білім алуға қолайлы, оқушыға оң әсер ететін түсте болуы тиіс. Ата-аналарға да қолайлы жағдай жасалған. Бұл жоба мектептегі барлық іс-әрекеттерді заманауи жабдықтардың көмегімен жүзеге асыруға бағытталған. Мәселен, мектепке келген ата-аналар өзінің баласының сағат нешеде сабақтан шығатынын осы электронды кесте арқылы қарап біле алады.
17 мектепке теңдей қаржы бөлінгенмен әр мектептің ерекшелігіне, қай пәндерге басымдық беретініне қарай жекелей жұмыстар жүргізіледі. Нұрбол Жауынбаев, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.